Баршаңызға қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өте дәмді болып шығатын қатпарлы самса, яғни слоеный самса дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы суымызды құйып алып, оның үстінен бір жұмыртқаны салып, және де дәміне қарай бір шай қасық тұзымызды салып, барлығын жақсылап біріккенше араластырып алатын боламыз. Содан соң електен өткізілген ұнымызды қажетіне қарай қосып, қолдың көмегімен қамыр илеп алатын боламыз. Бұл жерде ұн көп болып көріну мүмкін, бірақ олай емес. Қолдың көмегімен осылай қамырмен жақсылап жұмыс жасасақ, қамырымыз жақсы болып бірігіп шығатын болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз дайын. Пищевой пленкаға орап, сәл демалғанша жарты сағатқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. Міне біздің уақытымыз өтті, қамырымыз дайын. Өзімізге қажетті бөліктерге бөліп алып, бір бөлігін пищевой пленкаға орап, бір бөлігін кішкене ұнымызды сеуіп, жақсылап жайып алатын боламыз. Бұл жерде біз қамырды қатты жұқа етіп жайып жібермейміз. Орташа қалыңдықта қамырымызды жайып алатын боламыз. Қамырымызды жайып алғаннан соң алдын ала сапасы жақсы сары майымызды ерітіп, жайылған қамырымыздың үстінен құйып, жақсылап щетканың көмегімен немесе осылай мен сияқты қасықтың көмегімен барлық жағына тигізіп, жақсылап жайып алатын боламыз. Сары майымызды жағып шыққаннан соң дәл осылай 1-2 минутқа сары майымыз сәл қатқанша қойып қойса, самсамыз өте дәмді болып шығады. Міне біздің сары майымыз сәл қатты. Содан соң рулет секілді жақсылап нығыздап орап алатын боламыз. Орап алғаннан соң бетін жауып шетке қойып қоятын боламыз. Яғни бұл біздің бірінші қамырымыз. Екінші қамырымызды да дәл солай орташа қалыңдықта жақсылап жайып алып, үстінен сары майымызды құйып, жақсылап барлық жағына тигізіп, жағып шығатын боламыз. Бұл қамырымызды да 1-2 минутқа сары майымыз сәл қатқанша қойып қоятын боламыз. Сары майымыз қатқаннан соң бірінші оралған қамырымызды екінші қамырымыздың үстінен қойып, видеодағыдай жасайтын боласыздар. Осы екі қамырымызды жақсылап нығыздап, орап шығатын боламыз. Құрамы мен мөлшерін төменгі описаниеден таба аласыздар. Егер де самсаны көп етіп жасағыларыңыз келсе, құрамы мен мөлшерін 2-3 есеге көбейтіп жасасаңыздар да болады. Міне біз қамырымызды рулет секілді орап алдық. Содан соң ыдысымызға салып, пищевой пленкамен жақсылап орап алып, холодильникке немесе морозильникке сәл қатқанша салып алатын боламыз. Сол кезде біздің самсамыз слоеный болып шығады. Келесі начинкаға кірісетін боламыз. Таза ыдысымызға 4 тазартылған пиязды майдалап турап, оның үстінен 2 картопты тазартып турап, және де қажетіне қарай фаршымызды салып, дәміне қарай тұз салып, түрлі дәмдеуіштерді салып, қара бұрыш, қызыл бұрышымызды салып, және де 2 ас қасық сұйық майымызды қойып, жақсылап қолдың көмегімен немесе қастың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне біз начинкамыз дайын, шетке қойып, қамырымызға кірісетін боламыз. Қамырымызды холодильниктен аламыз, жақсы болып шықты. Содан соң өзімізге қажетті бөліктерге бөліп алып, қалған қамырымызды пищевой пленкаға орап, холодильникке салып қоятын боламыз. Ол қамырды кез келген уақытта пісіріп, самсамызды дайындай берсек болады. Міне өзімізге қажетті бөліктерге бөліп, кішкене ұнымызды сеуіп, қамырымызды дәл ортасынан басып, оқтаудың көмегімен ортасынан шетіне қарай жайып алатын боламыз. Тағы да айтып кететін жағдай, осы қамырларымызды
жақсылап орап морозильникке қатырып кез келген уақытта пісіріп жей берсек болады. Міне қамырымызды жайып алдық. Содан соң ортасына начинкамызды салып өз қалауыңыз бойынша түйіп алсаңыздар болады. Мен бүгін осылай үшбұрыш етіп түйіп шықтым. Міне біздің самсамыз дайын. Осылай қалған қамырымыздың барлығын ұнымызды сеуіп жақсылап жайып шығатын боламыз. Түйіп шыққан қамырларымызды формамызға пергамент қағазын төсеп, барлығын орналастырып шығып, бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, ақ күнжіт, қара күнжітпен сәндеп шығатын боламыз. Осы кезде алдын ала 180 градуста самсамызды қызып тұрған пеште 35-40 минутта жақсылап піскенше қызарғанша пісіріп салып алатын боламыз. Міне біздің уақытымыз өтті. Самсамыз өте әдемі болып қызарып пісіп шықты. Иісі де керемет болып шығып тұр. Үйде жасап көріңіздер. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да көптеген рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ас болсын!